Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз слидіге қажетті осындай схеманы үйренетін боламыз. Бұл схема ең негізгі схемасы болып табылады. Кез келген слиди носки осындай схемадан басталып тоқылады. Енді біз схема бойынша өзіміздің қажетті өлшемге есептеуді үйренеміз. Яғни біздің өлшемге байланысты неше қатардан бастаймыз, қанша баған қосамыз, неше ілмек алу керек, неше қатар тоқуымыз керек, соның барлығын осы видеода қамтитын болады. Ең алдымен біз аяқтың өлшемін, бірінші мынау жалпақ түрін үйренетін боламыз. Ол үшін былайынан аяқтың өлшемін мынандай бәшбайдың түбінен өлшейміз. Аяқтың ең жалпақ жерінен бастап өлшеуіміз керек. Менде 16 сантиметр болды. Бұл аяқ өлшемі шамамен 34-35 размер. Енді сол 16 сантиметрге біз тоқуымыз керек. Мінекей, мен осылайынан тоқып дайындап алдым. Менде мына жерде 39 столбик болды. Осыны тоқып біз 16 сантиметрге неше столбик кететінін есептейміз. Мінекей, менде 36 болды. Яғни менде 16 сантиметр болды. Ол 36 столбикке тең. Мен номері 3-ші крючокпен тоқып жатырмын. Жібімнің өлшемі 100 граммда 300 метр. Бұның барлығы жіптің көлеміне, крючоктың размеріне өте байланысты. Сондықтан жаңағыдай образец тоқып алып, сол бойынша есептеген жақсы. 36. Енді біз бұл 36-дан 12-ні алып тастаймыз. Сонда 24 болады. Бұл 12 бізде бірінші бастапқы қатарымыз. Барлық слидиді носкиді тоқығанда осы 12-мен басталады. Мысалы, міне мынау носкидің схемасы болса, бастапқысы міне 12 болады. Осыдан былай міне 1, 2, 3, 4, 5. Міне 24-ті енді бізде неше қатар? 6 қатар міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатарды 6 қатарға бөлеміз. Осы 24-ті сөгізді 4. Сонда осы 4-ті біз әр қатарға қосып шығуымыз керек. Екі шетінен мына жерге екеуден бөліп, бүйтіп 6 қатар қосамыз. Сөгізде мына жерде бізде өзіміздің мына 36 столбик шығуы қажет. Егер сіздерде мына жерде 38 немесе 39 болып артық қалып атса, артығы мысалы 2 столбик, 3 столбик қалып қойса, олардың келесі 7-ші, 8-ші қатарларға бір-екеуден қосып жіберсеңіздер болады, ол ештеңе етпейді. Ең алдымен біз ілмек тоқимыз. Бізге 12 столбик керек болса, 6 ілмек тоқимыз. Енді бірінші қатарымыз бірінші қатарымызда столбик тоқимыз. Мына бірінші столбигіміз, екіншісі. Осылай аяғына дейін 6 столбик тоқуымыз керек. 6 столбик тоқып болдық. Енді мынау ең шеткі осыны 6-шының қапталынан біздің қосатын 2 столбигімізді тоқимыз. Енді мына бетіне осыған тағы да біреу тоқимыз.
Былайынан. Енді былай қарай бір столбиктен тоқып шығамыз. Енді мына жеріне екі столбигімізді, схема бойынша екі шетіндегі екі столбиктеріміз осы. Осылай әр қатардағы 4 столбик қосылатынды қосып шығамыз, екі бүйірінен, екі екеуден. Бірінші қатарымыз осындай болды. Мына екі шеті 12. Біздің бірінші қатардағы 12 столбигіміз. Мына екі бүйіріндегі екеуі біздің қосатын 4 столбигіміз схема бойынша. Енді екінші қатар. Бір столбиктен тоқып шығамыз мына жерге дейін. Шеттегі қосқан столбигімізге келдік. Алдыңғы қосқанымыз бұл қатардың столбигі болып есептеледі. Енді келесі қатарда. Енді осыған қосатынымыз міне бірінші. Сосын мынаған міне екіншісі. Осыған тағы біреуі, ол осы қатарды көп саналады уже. Әрі қарайда бір-біреуден. Шет жақтағы бағана қосқан екеуіне келдік. Осы мынау бір столбикке міне тағы біреуін тоқимыз. Бұл бірінші қосатынымыз. Екінші столбигіміз. Бірінші қатарда қосқан бір екінші столбигіміз. Біреуін тоқимыз. Тағы біреуін тоқимыз. Біріктіреміз. Міне следей өзінің формасын алып келе жатыр. Үшінші қатар. Жаңа екінші қатарда қосқан жерімізге келдік. Міне жаңа алдыңғы қосқанымыз болса, мынау былай келе жатыр міне. Ішкі жағындағы екеуіне, екеуден тоқып тұрамыз. Әрі қарай бір-бірден тоқимыз. Қапталынан да екі столбик қосамыз. Осылай 6 қатар тоқимыз. Міне біздің екеуміз бірінші қатардағы, мынау екінші қатардағы қосқан екеуміз, мынау үшінші қатардағы қосқан екі столбигіміз. Мына жақтан да сондай міне. Мынау екі столбик, сосын мынау. Осылай 6 қатар тоқып шығамыз. Біздің слезидің бас жағы дайын болды. Схемаға сәйкес екеуден тоқып шықтық. Ең соңғы қатарында бізде 36 столбик болды. Әрі қарай ешқандай қосусыз тоқылады. Егер сіз балаға тоқып атқан болсаңыз, 35-ші өлшемге дейін мына жерде 6-ға бөлген дұрыс. Былайынан қатты жалпақ болып кетпес үшін, былайынан бір тегіс болып түсу үшін 6-ға бөлген дұрыс. Егер үлкендерге тоқитын болсаңыз, мына жерде 5-ке бөлген дұрыс. Мысалы, менде 37-ші размер болса,
менде 22 сантиметр болады аяқтың орамы. Оған 42 столбик кетті. Осы 42-ні біз 12-ге, мына 12 бастапқыға азайтамыз. Сол кезде 30. 30-ды мен 30-ды бөлемін 5 қатарға. Сонда 6. Сонда осы 6-ны мен 2-ге бөліп, мына жерге 3-3-тен қосып, мына жерге былай 3-3-тен қосып 5 қатар тоқуым керек. Мына жерде 42 болу үшін. Бұл мен айтып тұрған 3-ші нөмірлі күрчекпен осындай жіп, метраждағы жіпке. Бұл жерде жіп пен күрчектің рөлі өте маңызды. Ал енді мынандай қылып тоқудың тәсілін мен келесі сабаққа қалдырамын. Келесі сабақ видеода көрсететін боламын. Қалдырып қоймас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.